Қайырлы күн. Нұсқа талдауды бастаймыз. Осы грант ұбт-да келуі мүмкін Қазақстан тарихынан сұрақтар. Шын мәнінде келіп жатқан сұрақтары да бар. Осы грант ұбт-да 30 сұрақ талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Көтерілісшілерді рулармен сәйкестендіру керек. Есет Батыр, Жанқожа Батыр, Исатай, Сырым. Бұлардың барлығы көтерілісшілер, Есет Батырдың руы Кіші жүздің Қабақ руы болған. Жанқожа Нұрмұхамедұлы Шекті руының старшыны болған. Исатай Тайманұлы Беріш руынан шыққан. Сырым Датұлы Байбақты руынан шыққан. Яғни А жауабы болады. 1А, 2Б, 3С, 4Д. Осыны, құрметті оқушылар, әрқайсысын жеке-жеке параққа жазып алсаңыздар болады. Солай жаттап алу керек. Осы сәйкестендіру ұбт-да келіп жатыр. Сіздер өздеріңіз 1/5 жылдамдықпен, немесе 1/25 жылдамдықпен көрсеңіздер болады, видеоны тезірек көру үшін. Мен асықпай әр жауапқа тоқталып, осылай түсіндіріп өтемін. Екінші сұрақ. Орда еженнің және оның мұрагерлерінің билігінде болған мемлекет дейді. Мінекей. Орда ежен ол кім? Орда ежен ол Жошының ұрпағы болған. Жошының баласы. Ал Жошы кімнің баласы? Бізде Шыңғыс ханның баласы. Осы Жошының, құрметті оқушылар, бірнеше ұлдары бар. Олардың барлығы хандар болған. Мысалға Бату хан, Берке хан. Сосын осы Орда ежен бар. Орда ежен және де Шайбан хан. Осы хандар, осы кісілер, тұлғалар Жошы ханның ұрпақтары болған. Енді Алтын Орда құрылған кезінде Алтын Орданың екі үлкен қанаты болған. Алтын Орданың оң қанат және сол қанат болды. Оң қанаты және сол қанат. Осы сол қанатын бізде Орда ежен басқарған. Орда ежен. Кейіннен осы Алтын Орданың сол қанаты өз алдына бөлектеніп, Ақ Орда мемлекеті пайда болады. Яғни Алтын Ордадан бөлектеніп өз алдына мемлекет құрады. Оны біз Ақ Орда деп атаймыз. Яғни Орда еженнің және оның ұрпақтарының басқарған мемлекеті бұл Ақ Орда мемлекеті. Үшінші сұраққа келдік. 16 ғасыр соңында Қазақ хандығына солтүстік және солтүстік батыстан қауіп төндірді дейді. Қазақ хандығы 16 ғасырдың соңы. Бұл дегеніміз 16 ғасыр дегеніміз 1500 жылдар. 1500 жылдардың соңғы жағы. Яғни ол мысалға 1590 жылдар болатын болса, бұл Тәуекел ханның тұсында болған бұл оқиға. Ол кезде Қазақ хандығы қатты үлкен емес, территориясы қатты үлкен емес еді. Солтүстіктен және солтүстік батыстан сол уақыттарда ноғайлар Қазақ хандығына шабуыл жасайды. Яғни бұл ноғайлар біздің Арал теңізі маңын басып алды деп айтылады. Сол жақтарға шабуыл жасады деп айтылады. Арал маңына. Ноғайлар бастапқыда негізінен Қазақ хандығына қосылып қойған кездері еді. Бірақ не болғаннан кейін, тарих болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болған. Ноғайлардың Қазақ хандығында бола тұра оларға қарсы шыққан кездері де болған. Яғни осы Тәуекел ханның тұсында 1590 жылдары, яғни 16 ғасырдың соңғы кездерінде ноғайлар бірнеше рет осы Қазақ хандығына қарсы шығып шабуылдаған кездері болған. Мінекей, осылай. Ноғайлар. Енді бұны біз варианттарына қарап та егер нақты білмейтін болсақ, табуға болады. Мысалға қараңыздар, солтүстік және солтүстік батыстан қауіп төндірді депті. Қазақ хандығының солтүстік батысында кімдер? Бұл ноғайлар еді. Мысалы шайбандықтар, олар оңтүстік жағында болды. Қазіргі Мауараннахр жерінде болды ғой бұлар. Яғни бұл бола алмайды. Шайбандықтар ол солтүстік батыс жақта емес еді. Бұхарлықтар да солай. Бұхарлықтар, шайбандықтар бір негізі, бұл да бола алмайды. Ал моғолдар ол Жетісуда болды. Ол яғни ол да шығыс жақта. Қазақ хандығының шығыс жағы, оңтүстік шығыс жағы болады. Мінекей, сонда моғолдарда бола алмайды. Осы варианттарға қарап та біз таба алады екенбіз. Құрметті оқушылар, хабарландыру, грант ұбт-да келуі мүмкін сұрақтардан тегін квиз тапсыру үшін описаниедегі сілтемені басу керек. 4 пән бар. 4 пәннен бір квиз тегін. Осы описаниеден басып тапсырсаңыздар болады. Келесі сұрақ. Ислам дінін мемлекеттік дәрежеде қабылдаған алғашқы мемлекет дейді. Ислам дінін мемлекеттік дәрежеде. Яғни исламды мемлекеттік дін деп жариялаған. Ол 960 жылы
960 жылы Мұса хан осы Қарахан мемлекетінде исламды мемлекеттік дін деп жариялайды. Мемлекеттік дін. Бұл сонда Қарахан мемлекеті еді. Ең алғаш осы Қарахан мемлекетінде мемлекеттік дін болып ислам діні қабылданды. Одан кейін Алтын Ордада да Өзбек ханның тұсында, кейіннен Алтын Орда Қараханнан кейін ғой, алғашқы емес, Өзбек ханның тұсында Алтын Ордада ислам мемлекеттік дін болып жарияланады. Моғолстанда да Тоғылық Темірдің тұсында, Тоғылық Темір деген хандары болды. Ең алғашқы хандар осы Тоғылық Темірдің тұсында Моғолстанда да ислам мемлекеттік дін болып қабылданған. Ең алғашқысы ол Қарахан болып есептеледі. Ары кеттік. 5-ші сұрақ. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықта энеолит кезінде ұлы далада көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуының басты себебі. Көшпелі деген сөз маңызды, жай мал шаруашылығы емес, көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты. Не үшін? Ең басты себебі. Әр сұраққа тоқталып өтейік. Мысалы, еңбек құралдарының жетілуі дейді. Еңбек құралдарының жетілуі ол көшпелі мал шаруашылығына өтуге себеп бола алмайды. Мысалға, еңбек құралдары бар болса, ол бір орында отырып та егін шаруашылығымен немесе мал шаруашылығымен айналыса береді. Ол қатысы жоқ, былайша айтқанда көшпелілікке өтудің қатысы жоқ. Халық санының артуы, бұл да қисынға келмейді. Халық санының артуы ол көшпелілікпен байланысы жоқ десек те болады. Дөңгелекті арбалардың пайда болуы. Енді бұл ұқсайды кішкене, көшпелілікке себеп болуы мүмкін, бірақ бұл басты себеп бола алмайды. Себебі дөңгелекті арба пайда болса да көшпелілікке көшпей-ақ бір орында отырып та өмір сүре беруге болады. Яғни ол негізгі себеп емес. Негізгі себеп ол құрғақшылықтың болуы, климаттық жағдай. Климатта құрғақшылықтың болуы. Құрғақшылық болғаннан кейін жайылымдық жерлер тарылған, сөйтіп қолда ұстайтын малды ол басқа жерге көшіруге мәжбүр болады, басқа жайылым іздеуге мәжбүр болады. Бір жерде отырып, ол жерде мал жайылатын жем-шөп таусылған кезде басқа жерге ауысуға тура келген. Сол үшін де көшпелілік пайда болған, құрғақшылықтың болуы себебінен. Ары қарай кеттік. Қазақ халқының дамуы үшін кез келген үкіметке әзір болған алғаш қайраткері. Яғни кез келген үкіметке қызмет етуге дайын болған, кез келген үкіметті қолдауға дайын болған кім? Бұны өзінің жазбаларында жазған ол бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы бастапқыда білесіздер, ақтар жағында болған, яғни уақытша үкімет жағында болған. Азамат соғысына дейін, ең біріншісі 1917 жылы революция болып, түрлі партиялар құрыла бастады ғой. Сол кезде жалпы алашшылар бастапқыда, тек қана Ахмет Байтұрсынұлы емес, алаш өкілдері ақтар жағында, яғни уақытша үкімет жағында болды. Кейіннен азамат соғысының бас кезінде де бұл кісілер уақытша үкімет жағында болды. Кейіннен азамат соғысы соңына қарай, яғни қызылдар жеңе бастаған кезде, кеңес үкіметі жеңе бастаған кезде, алашшылар қызылдар жаққа қарай, яғни кеңес үкіметіне жағына қарай өтуге мәжбүр болады. Негізі бастапқыда уақытша үкімет жағында болды, кейіннен кеңес үкіметі жағына өтті. Сол кездерде айтқан сөзі, яғни қазақ халқы үшін қай үкімет қазақ халқынан қамын жейтін болса, қай үкімет қазақ халқының жағдайын жасайтын болса, сол үкіметте қызмет атқаруға әзірмін деп айтқан мақалалары, сөздері бар. Яғни Ахмет Байтұрсынұлының бұл айтқан сөзі осы, қазақ халқының қай үкімет қазақ халқына жағдай жасайтын болса, сол үкіметке бағынамын деп айтқан. Келесі, 19 ғасыр 60-90 жылдардағы реформалардың қазақ қоғамындағы әсері. Яғни, құрметті оқушылар, 19 ғасыр дегеніміз ол 1800 жылдар. 60-90 жылдардағы реформалар дегеніміз ол қандай реформалар? Ол мынау. 1867-68 жылдардағы реформалар бар. Сосын 1886 жылғы реформа бар. Түркістан генерал-губернаторының жағында несі? Облыстарының ауысуы, Түркістан генерал-губернаторында облыстар қайта құрылады. Одан кейін 1891 жыл. Бұл да осы дала генерал-губернаторлығы құрылады. Тағы да сол Түркістан генерал-губернаторында облысы тағы да ауысады. Жетісу облысы дала генерал-губернаторының құрамына беріледі деген сияқты. Сондай
жалпы облыстар, уақытша ережелер құрылған кезең, сол реформалар. Осы реформалар қоғамға қалай әсер етті? Адамның қоғамдағы өмірге. Яғни осы уақытқа дейін қазақ ру тайпалары өз алдарына бізде басқару жүйесі басқаша болды ғой. Ру болды, ұлыс болды, жүз болды, әрқайсының өзін басқаратын адамдары болды. Осы уақытқа дейін басқаша өмір сүріп жүрген еді, енді кәдімгідей үлкен өзгеріс болды қоғамда. Яғни болыстар құрылды, округтер құрылды, уездтер құрылды, облыстық басқармалар құрылды деген сияқты. Осылай әртүрлі жаңағыдай округтік, облыстық, уездік басқармалар құрылған болатын. Сөйтіп қазақ қоғамында басқару жүйесі өзгерді. Бұрыннан қалыптасып келе жатқан басқару жүйесі түбегейлі басқа бағытқа қарай өзгерген еді. Осылай басқару құрылымы өзгерді. Дұрыс жауабы осы болады. Бұл жерде де варианттарға қарап білуге болады. Мысалға, А вариантта халық саны күрт азайды дейді. Ол уақыттарда халық саны азайған жоқ. Керісінше, қоныстандыру саясат жүргізіп, сырттан келген шаруалар есебінен халық саны артқан болатын. Керісінше артты, Ал хандық билік пен сұлтандар билігі қалпына келтірілді дейді. Хандық билік қалпына келтірілген жоқ. Хандық билік жойылғаннан кейін ол қайтып қалпына келтірілген жоқ. Бұл да бола алмайды, мынау бола алмайды. Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығы дамыды дейді. Бұл жылдары егін шаруашылығы дамыды Қазақстанда. Өйткені шаруалар келіп қоныстанған болатын, көптеген шаруалар Ресейден. Олар егін шаруашылығын дамытты. Бірақ керісінше мал шаруашылығы артта қалды. Ол кездерде де жұт көп болған. Жұт көп болды, сосын қазақтардан көптеген жерлер тартып алынды ғой осы уақыттарда. Сол уақыттарда мал шаруашылығымен айналысатын халыққа қиын болды. Малдардың жайылымдары тарылды. Сол үшін бұл мал шаруашылығы керісінше артқа кеткен болатын. Бұл да бола алмайды. Ары қарай кеттік. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымы. Бұл Қазақстан Республикасының басқару формасы, құрылымы, ол бізде унитарлы мемлекет. Яғни унитарлы дегеніміз ол бір тұтас мемлекет дегенді білдіреді. Бір тұтас. Біздің елдің құрамында ешқандай автономиялық ел жоқ, біз тек қана бір мемлекет, біз бір тұтас мемлекетпіз. Ешқандай федерация емес, автономия емес, немесе біріккен мемлекет емес. Федерациялық мемлекет дегеніміз ол құрамында автономия бар мемлекеттер. Автономиясы бар, яғни автономиялық мемлекеттері бар мемлекеттер. Мысалы, Ресей Федерациясын айтуға болады. Автономиялық мемлекет деген ол түсінікті бір мемлекеттің ішіндегі тәуелді мемлекет, автономиялық мемлекет. Мысалы, Ресей Федерациясының құрамында Шешенстан, Дағыстан, Башқұртстан деген сияқты елдер бар. Бұл елдер автономиялық елдер. Біріккен ұлттар мемлекеті деген бұндай нәрсе жоқ. Сонда бізде унитарлы мемлекет. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы қабылданған уақыт. Қазақстан Республикасының деп тұр, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі. Ол бізде 1993 жыл 28 қаңтар болады. Бұл бірінші конституциямыз біздің. Одан кейін екінші конституция ол 95 жыл 30 тамызда қабылданды. Қазір қолданыстағы осы бізде. Бірақ бізде сұрап тұрғаны алғашқы конституция, сол үшін де 93-ті белгілейтін боламыз. Кейіннен андай сұрақ келуі мүмкін, қолданыстағы конституция деп. Қазір біз қолданып жатқан конституция ол осы қолданыстағы конституция болса, 95 жылы конституцияны айтамыз. Ары қарай кеттік. 1857 жылы Шоқан Уәлиханов Алатау қырғыздарына сапарында жазып алған қырғыз халқының дастаны. Ол Манас. Манас дастаны. Қырғыздардың Манас деген дастаны бар. Соны жазып алған, яғни зерттеген, қырғыз халқының мәдениетін зерттеген. Шоқан Уәлиханов 1857 жылы қырғыз жеріне сапар жасаған болса, 1858 жылы Қашғарияға сапар жасайды. Қашғария. Яғни Қытай жеріне барып келеді. Осы Қытай жеріне барып келгеннен кейін, сол жақтан зерттеп келгеннен кейін, 1860 жылы оны Петербургке шақырады. Сол жақта патшамен кездеседі, солай оның абыройы артады. Осы сапарынан кейін оны әлемде танылды деп айтамыз Шоқан Уәлихановты. Ары қарай кеттік.
11-ші сұрақ. 1860 жылы Санкт-Петербургте Шоқан Уәлихановты өз қабылдауына алған патша. Мінекей жаңа ғана айттық. Яғни Санкт-Петербург қаласына Шоқан Уәлихановты арнайы шақыртып, арнайы өзінің қабылдауына алған. Яғни Шоқан Уәлихановпен кездескен патша ол кім? Ол екінші Александр. Екінші Александр. Екінші Александрдың тұсында болған Шоқан Уәлиханов сол кезде. Сөйтіп, екінші Александр оны марапаттайды. Оны өзінің қабылдауына алады, онымен жеке сөйлеседі. Өйткені оның үлкен еңбектері болды. Қытайға, Қашқарияға барып келіп, бұл Қашқарияға сапарынан кейін болған оқиға. Не үшін Қашқарияға барғаннан кейін осындай дәрежеге көтерілді? Себебі осы уақытқа дейін Қытайға барып, Қытайды зерттеген адам болмаған. Қытай жабық саясат ұстанған, яғни зерттеуге саяхатшыларға ешкімді кіргізбеген. Ал Шоқан Уәлихан осы Қашқария жеріне, Қытай жеріне барып, сол жақтарды зерттеп келеді. Сол үшін де оны патша өз қабылдауына алған. Ары қарай кеттік. Моғолстанның астанасы. Бұл негізі оңай сұрақ, Алмалық. Оңай сұрақтарға қатты тоқталмай-ақ қояйық. Түргештердің Шу өзен бойындағы орталығы, бұны білеміз барлығымыз, Суяб қаласы. Суяб. Шу өзен бойында. Бұл Шу өзен бойында дегенді жаттап алу керек. Осындай да сұрақ келеді. Шу өзен бойындағы ежелгі қала дегенде сұрақ келіп жатады. Ары қарай кеттік. Жоламан Тіленшіұлының көтеріліс мақсаты дейді. Жоламан Тіленшіұлы. Бұл кісі 1820 жылдары, 22-25 жылдары көтеріліс жасаған. Жоламан Тіленшіұлы Елек өзені бойындағы жерлерді қайтарып алу үшін күрескен. Бізде Елек деген өзен бар, Батыс Қазақстанда, Ақтөбе жақтарда. Осы Елек өзені бойында Елек бекінісі болған. Ол Елек бекінісінде осы патшаның адамдары, Ресей үкіметінің адамдары, әскерлері отыратын болған, сол жерден басқаратын болған. Сол жерде отырып, осы әскери адамдар, жаңағыдай әскери шенді адамдар жерлерді тартып алумен айналысады. Бекіністердегі барлығы отарлау үшін салынған ғой, бекіністердің барлығы. Сөйтіп, осы Елек өзен бойындағы көптеген жерлерді қазақтардан тартып алып, орыс шаруаларына, сол орыс жеріне келген басқа да шаруаларға алып беріп отырған. Соған байланысты қазақтар өзінің жерін әділетсіздікпен тартып алып жатқанына ашуланып, сол көтерілістер ұйымдастырған. Солардың бірі Жоламан Тіленшіұлы. Елек өзені бойындағы жерлерді қайтарып алу үшін күрескен. Ары қарай кеттік. 1986 жылы 16 желтоқсан Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің пленумында қызметінен босатылды. Яғни Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы, яғни президенті кім еді? Сол кезге дейін Дінмұхамед Қонаев, оны барлығымыз білеміз. Сөйтіп, 86 жылы оны орнынан босатып, оның орнына кімді тағайындайды? Колбинді тағайындаған болатын. Соған байланысты бізде 86 жылы Алматыда митинг болады, көтеріліс болады. Желтоқсан оқиғасы деп атаймыз оны. Ары қарай кеттік. Бұхар жыраудың туылған жері. Бұхар жырау Баянауыл өлкесінде туылған. Бұхар жырау туралы тағы да бірнеше сұрақтар келеді. Білеміз, ол Абылай ханның кеңесшісі болған. Бұхар жырау, Абылай ханның кеңесшісі. Және де осы Бұхар жырау туралы тағы бір сұрақ келеді. Ол Көмекей әулие деген. Көмекей әулие атанған жырау деген сұрақ келеді. Ол Бұхар жырау екен. Ары қарай кеттік. 1555 жылы Хақназар хан қазақтар мен қырғыздардың қыстауларына жасаған шапқыншылығын тойтара отырып жеңді дейді. Кімдерді жеңді? Яғни Жетісу жеріне моғолдар шабуыл жасайды. Осы кезеңде моғолдарды жеңді. Бұл 10-шы сыныптың кітабында бар. 10-шы сыныпта осы ақпарат айтылады. Хақназар ханның негізі Хақназар хан қазақ хандығын біздер 6-шы сыныпта өттік, бірақ 6-шы сыныптағы кітаптарда бұл ақпарат жоқ, 10-шы сыныптағы кітапта бар. Моғолдарды жеңген, моғолдармен де күрескен кездері болған. Ары қарай кеттік. 1910 жылы жарық көрген қазақтың бірінші романы Бақытсыз Жамалдың авторы. Бірінші роман, маңызды, қазақтың ең бірінші романы
ең бірінші үлкен әдеби туынды ол бізде бақытсыз жамал екен. Бұның авторы Міржақып Дулатұлы. Бұны біз бірнеше сұрақ келеді бұл туралы. Мысалға, тек бақытсыз жамалдың авторы деп келуі мүмкін, Міржақып Дулатұлы. Немесе бұл бақытсыз жамалды айтпайды, тек былай айтуы мүмкін. Қазақтың бірінші романын кім жазды деп айтуы мүмкін, Міржақып Дулатұлы. Немесе қазақтың бірінші романы қалай аталады деп айтуы мүмкін, ол бақытсыз жамал. Осыны есте сақтап алуымыз керек. Астана қаласына бейбітшілік қаласы атауының берілуі. Бұл ЮНЕСКО-ның көлемінде болған, ЮНЕСКО ұйымы Астана қаласына бейбітшілік атауын береді. Ол 1999 жыл болады. Жалпы біздің ел ядролық қарудан бас тартқан ел, ядролық қарудан бас тартқан. Әлемге де осы ядролық қаруды сынамауды, ядролық қаруды қолданбауды соны ұсынады Қазақстан, сол позицияны ұстанады. Сол үшін де бізді Астана қаласын бейбітшілік қаласы деп сондай атау береді. Ары қарай кеттік. 20-шы сұраққа келдік. Есім хан тұсында қазақ хандығының астанасы болды дейді. Есім хан тұсында қазақ хандығының астанасы Түркістан қаласы болған. Түркістан қаласы. Бастапқыда Сығанақ болады, кейіннен Түркістан қаласына ауысқан. Сөйтіп, осы біздің Түркістан қаласы тек қана Астана емес, діни орталық болған. Осындай да сұрақ келеді. Осы грант ұтында осындай қазақ хандығының 17-ші ғасырдан бастап діни орталығы немесе мұсылмандық орталығы болған қала деген сұрақ келеді. Мұсылмандық орталығы. Бұл бізде Түркістан қаласы екен. Хабарландыру. Грант ұбт-да осы грант ұбт-да келуі мүмкін тегін бір көзес алу үшін 4 пән бар. Әрқайсынан бір көзес тегін. Оны алу үшін осы төмендегі описаниедегі сілтемені басу керек. 21-ші сұрақ. 19 ғасырдың бірінші жартысында болған Қазақстандағы ірі өзгеріс дейді. 19 ғасыр дегеніміз ол қай жылдар? Ол 1800 жылдар. Яғни 1800 жылдарға қараймыз. 1800 жылдар қандай ірі өзгеріс болды, қандай ірі оқиға болды? Ол әрине 1822 және де 24 жылдары болған Қазақстандағы хандық биліктің жойылуы. Хандық билік жойылды. 22 жылы орта жүзде жойылады. 24 жылы кіші жүзде жойылады хандық билік. Сөйтіп, бұл осы 19 ғасырдың бірінші жартысындағы ең үлкен жаңалық, ең үлкен ірі өзгеріс, хандық билік жойылған болады. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы ол 1860 жылдар болған. Азамат соғысы деген жыл 1918-20 жылдар болған, мүлдем қатысы жоқ. Темір жолдардың салынуы ол 1895 жылдардан бастап Қазақстанда темір жолдар салына бастайды. Орынбор, Ташкент темір жолынан бастап. Мінекей. Яғни дұрыс жауабымыз хандық биліктің жойылуы. 1822-24 жылғы реформалардың оң әсері дейді. Жаңағы біз айттық, орта жүзде 22 жылы жойылды, кіші жүзде 24 жылы хандық билік жойылды. Бұл хандық биліктің жойылуы қазақ халқына өте қатты әсер етті. Яғни осы уақытқа дейін елді хан басқарып келген еді. Хандық билік өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан өзінің бір билік жүйесі бар еді. Сол билік жүйесін өзгертті, Ресей империясы өзгертті күштеп. Енді осы кезде көп адамдар бұл нәрсеге қарсы болды. Қанша жылдан бері келе жатқан біздің билік жүйемізді өзгерткендіктен бұған қарсы болды, көптеген теріс әсері болды. Бірақ бұл реформалардың оң әсері де болған. Яғни халыққа оң әсері, халыққа пайдасы да болған. Ол бізде осы реформадан кейін, осы реформалардың нәтижесінде тұрақты жұмыс істейтін ауруханалар пайда болған. Қазақ жерінде округтерде, округ орталықтарында ауруханалар салынып, олар кәдімгідей тұрақты түрде жұмыс істеген. Ең алғашқы ауруханалар осы кезде салынған Қазақстанда. Ары қарай кеттік. 23-ші сұрақ. Қазақ КСР-ның 1925 жылдан кейінгі астанасы. Орынбор 1920 менен 25 жылдарда Қазақ КСР-ның астанасы болады. Қазақ КСР-ның Қызылорда
1925-тен бастап 29-ға дейін болады. Ал Алматы 1929 жылдан бастап 1997 жылға дейін болады. Алматы қаласы. Біздің астанамыз болған, иә. Ал одан кейін Ақмола қаласына көшірілді 97 жылы, иә. Қазіргі Астана қаласы. Атауы өзгерді кейіннен. 1997 жылдан бастап қазірге дейін әлі де астанамыз. Мінекей. Бастапқыда Ақмола болған, енді кейіннен Астана деп өзгертілді. 17 ғасырдың ортасында Қазақ хандығын басқарған, жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырған хан. 17 ғасыр, ол бізде 1600 жылдар. Ортасы дейді. Бізде 52 жылға дейін кім хан болды? 1628-ден 52-ге дейін Жәңгір хан болды. Яғни Жәңгір хан екен. 1652 жыл, яғни 17 ғасырдың орта тұсы, иә. Құрметті оқушылар, 1643 жылы білесіздер, қандай шайқас болды? Орбұлақ шайқасы болды. Бұл жүз атада бар ең ірі шайқастардың бірі. Бұл осы Жәңгір хан бастаған. Осы Орбұлақ шайқасында хан болған, бастаған ол Жәңгір хан еді. Енді осы тағы да бір ақпарат айта кетейін, негізі білесіздер, кейбір оқушылар білмеуі мүмкін. 16 ғасыр, 1643 дегеніміз бұл бізде 17 ғасыр болып есептеледі. 17 ғасыр. Бұны қалай білдік? 16-ға плюс 1-ді қосамыз. Осылай есептесеңіздер оңай болады. 16-ға плюс 1 қосты, 17 ғасыр. Мысалға, қазір 2025 болса, 20-ға плюс 1 қосамыз, 21 ғасыр болады. Қазір 21 ғасыр. Осылай есептейміз. Ары қарай кеттік. Қаңлылар алғашқы кезде оңтүстігінде тәуелді болды дейді. Қаңлылар алғашқы кезде кімдерге тәуелді болған? Оңтүстігінде юечшилерге тәуелді болған. Юечши. Ал солтүстігінде кімдерге тәуелді болған? Солтүстігінде дегенде ақпарат бар. Солтүстігінде ғұндарға тәуелді болған. Бұл да осы ортада келуі мүмкін. Осыны да есте сақтау керек. Қаңлылар алғашқы кезде солтүстігінде ғұндарға тәуелді болды, оңтүстігінде юечшилерге тәуелді болды. Сөйтіп кейіннен өздерінің тәуелсіздігін алады. Тәуелсіз болады, иә. Ары қарай кеттік. 19 ғасырдың 60 жылдары, яғни 1860-68-дегі реформа бойынша енгізілген салық түрі. Бұл бізде түтін салығы деп аталады. Түтін салығы дегеніміз ол әр отбасыдан жиналатын салық. Әр үйден жиналатын салық. Түтін дегеніміз біз бұрынғы кезде шаңырақ салығы деп те атайтын еді осыны. Бұрынғы кітаптарда шаңырақ салығы деп келетін. Шаңырақ салығы. Яғни шаңырақ салығы дегеніміз ол не? Әр отбасыдан алынатын, әр үйден алынатын салық деген сөз. Түтін салығы енгізілген болады. Осы реформаның ең ауыр тұстары да осы. 67-68 реформаның ең ауыр тұстарының бірі ол осы салықтың енгізілуі. Ары қарай кеттік. 1913 жылы қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп жазған қайраткер. Осы уақыттары, құрметті оқушылар, қазақ халқының дініне, дінге де қатты қысым көрсетілген. Дінге, жалпы қазақ халқынан көптеген жерлер тартып алынған. Негізі қазақ халқы білесіздер, көшпелі мал шаруашылығымен айналысып келді ғой. Ұзақ жылдар бойы, ғасырлар бойы көшпелі мал шаруашылығы. Негізгі неміз біздің мал шаруашылығы еді. Негізгі кәсібіміз, негізгі шаруамыз ол мал шаруашылығы еді. Сөйтіп, көптеген осы 1916-17 жылдарға дейін көптеген шаруалар қоныс аударады қазақ жеріне. Қоныс аударады. Сөйтіп, көптеген шаруаларға миллиондаған десятина гектар жерлер, тартып алынып, қазақтардан тартып алынып, сол шаруаларға бөліп береді. Сол кезде қазақтарға мал жаятын жер табылмай қалады. Өздерінің жерлерінен өздері айырылады. Қазақ халқында осындай қиын жағдайлар болған. Дінге де қысым көрсетілген. Сондай қиын кездерде бұны кім жазады? Ахмет Байтұрсынұлы осындай мақаласын жариялайды. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп күйінішпен жазған. Мінекей Ахмет Байтұрсынұлының жазған сөзі екен. Ары қарай кеттік.
1943 жылы Алматыда жарық көрген Қазақ КСР тарихы атты көлемді еңбектің авторларының бірі. Бұл Қазақ КСР тарихы деген үлкен энциклопедиялық кітап болған, иә. Бұл кітапта осы тас ғасырынан бастап, осы Қазақ КСР осы 1940 жылдарға дейінгі жалпы Қазақ КСР-ның тарихы жазылған кітап болған. Қазақ халқының тарихы жазылған кітап болған. Оны бірнеше адам жазған. Әр бөлімін бірнеше адам жазған. Солардың бірі бұл Ермұхан Бекмаханов. Бекмаханов бұл 19 ғасырды зерттеген. 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан деп аталатын бөлімі бар. Яғни осы бөлімде ол кісі Кенесары Қасымұлының көтерілісін зерттеген. Көбінесе сол тұстарда айтқан. Енді сол осы еңбегіне байланысты Бекмахановты жалған айыптар тағады. Ол Кенесарыны ақтап, Кенесары Қасымұлының көтерілісі жаңағыдай қазақ халқы үшін болғандығын, оның жаңағыдай жайдан жай көтеріліс жасамағандығын, отаршыл үкіметке қарсы көтеріліс жасағандығын айтып жазған ғой, енді бар шындықты айтып. Сол жазылған шындық ол Ресей үкіметіне ұнамаған. Яғни сол үкімет басшыларына ұнамайды. Яғни олар бізді қаралап жатыр, орыстарды қаралап жатыр деп, оған жаңағыдай жала жабады. Бекмахановқа жала жауып, оны 1952 жылы тұтқынға алады, тұтқындайды. Сөйтіп оны жаңағыдай соты болады, сөйтіп 25 жылға сотталады. Бірақ кейіннен 1954 жылы ол ақталып шығады қайтадан. Сталин қайтыс болғаннан кейін көптеген адамдар ақталған кезде осы Бекмаханов та ақталып шығады. 1954 жылы ақталып шығады. Бұл Бекмаханов екен. Ары кеттік. Қазақ КСР-ның конституциялары қабылданған жылдар. Бағана біз Қазақстан Республикасының екі конституциясы туралы айтқан едік. Қазақстан Республикасында екі конституция қабылданған 1993 және 1995 жылы. Сол сияқты Қазақ КСР-інде екі конституция бар, екі рет қабылданған. Ол алғашқысы 37 жыл, одан кейін 78 жыл. 1900. Яғни Д жауап болады. Бұл екеуі де 100 датада бар. Егер 100 датаны жаттаған болсаңыздар, оны білесіздер. Ары қарай кеттік. Ресей жоғарғы үкімет билігінің атынан Жасауыл деген атақ берілген батыр. Жасауыл деген атақ, яғни әскер деген мағынада, батыр деген мағынада атақ беріледі. Ол Жанқожа Нұрмұхаметұлына. Жанқожа Нұрмұхаметұлы бастапқыда Ресейге қарсы көтеріліс жасамастан бұрын ол хиуалықтарға қарсы күрескен. Хиуаға қарсы, хиуалықтар да қазақ жерлерін тартып алу үшін, қазақ жерлерін бағындыру үшін бекіністер салып, солай қысым көрсеткен қазақтарға, осы Сырдария бойындағы қазақтарға. Сөйтіп ол Жанқожа Нұрмұхаметұлы хиуаға қарсы соғысады. Сол уақыттарда Ресей үкіметі ол Жанқожа Нұрмұхаметұлын өздеріне тарту үшін, Ресей үкіметі өздеріне қарату мақсатында, өздерінің адамы ету мақсатында оған атақ береді. Атақ береді, оған жаңа медальдар береді, жаңағыдай сыйлықтар береді. Сосын Жанқожа Нұрмұхаметұлына не ұсынады? Жұмыс ұсынады, яғни осы бір округтың немесе уездің бастығы болу деген сияқты өздерінің қарамағына алғысы келеді. Олар мықты адамдарды, батырларды өздеріне қарамағына өткізіп алғысы келеді. Яғни Ресей үкіметі. Бірақ Жанқожа Нұрмұхаметұлы ол атақтардың барлығынан, ол сыйлықтардың барлығынан, ол ұсынған қызметтерінің лауазымдарының барлығынан бас тартып, білесіздер, Жанқожа Нұрмұхаметұлының өзі осы Ресейге қарсы да көтеріліс жасайды. Ресейге де қарсы, отаршыл үкіметке қарсы көтеріліс жасаған. Осылай. 30 сұрақ болды. Назарларыңызға рахмет. Тағы да бұйырса нұсқа талдаулар жасайтын шығармыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер, оқып жауап беретін боламын. Яғни сіздердің активтеріңізге байланысты. Активні болсаңыздар, комментарий жазсаңыздар, көбірек просмотр жинап жатса, шын мәнінде жаңадан тағы да нұсқа талдаулар шығаратын боламын. Сыныптастарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Оларға да пайдасы тисін. Грант ұбт-да келуі мүмкін. Тегін кузис алу үшін 4 пәннен әрқайсынан бір кузис тегін.
төмендегі сілтемені басу керек. Баршаңызға сәттілік, отыдан жоғары балаларыңызға тілектеспін.